Қайырлы күн сұлулар, кез келген подливаның дәмін келтіретін замороженный приправа дайындаймыз. Ол үшін мына көкөністерді турап аламыз, яғни джандо, чесноктың сабағы, полугорький перец қызыл және жасыл түсінен, сондай-ақ сельдерейді барлығын қалаған формамызда турап, біріктіріп араластырамыз. Сельдерейдің сабағын да жапырағын да турайсыздар. Барлығын міндетті түрде бірінші жуып, жақсылап кептіріп, содан кейін осылай турап араластырамыз. Қысты күні көкөністердің бағасы қымбат болады және дәмі су татқан болады. Сондықтан осындай таза көкөністерді бағасы арзан кезінде турап, қысқа дайындық ретінде жасасаңыздар болады. Кез келген подливаның дәмін де сәнін де келтіреді. Морозильниктен шығарып, бірден қолдана бересіздер, ерітудің қажеті жоқ.